Сәлем, қалдарың қалай? Бүгін 4-ші сыныптың 108-ші сабағын өтетін боламыз. Алдымен каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаймыз. Бүгінгі тақырып орындалған арман, өткен шағы өтетін боламыз. 18-ші жаттығу мәтінді тыңда, ақиқатқа айналған арман. Біздің бала кезімізде екінің бірі ғарышкер болуды армандайтын. Жұлдыздарды жақыннан көріп, сол кез беймәлім көрінген әлемге сапар шегу көпшіліктің тілегі еді. Олардың арасында мен де бармын. Бірде әкем маған аспан әлемінің құпияға толы сырлары туралы жан-жақты әңгімелеп, артынша ай, түрлі жұлдыздар, жалпы ғаламшардың суреттерін көрсетті. Сол кезде көңілімде оянған қызығушылығымды сөзбен жеткізу қиын. Сонда өзіме өскенде қалайда ғарышкер боламын деп мақсат қойған едім. Сол арманның жетегімен жоғары оқу орнында оқыдым. Жатпай тұрмай іздендім. Ғарышкер болу үшін алдымен табиғаттан берілген мықты денсаулық керек. Сонан соң оқу-жаттығу жұмыстарын бір күнге де үзбеуге тиіссің. Таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейінгі әр минут жоспарланған жаттығулар. Ол жерде сен спорт шеберіне қойылатын талаптарды орындайсың. Талап күшті. Жоғарыда аталған екі нәрседе менде болғандықтан шығар. 6 жылғы қызу дайындықтан кейін ақыры ғарышқа ұштым. Халықаралық экипаждың құрамында болдым. Менімен қосқанда 6 елдің өкілі ғарышқа ұшты. Бастан кешкен қызықтарымыз да, бір-бірімізден үйренгеніміз де көп. Бәріміз де ғарыштан түсірілген жердің суретін талай көрдік. Жер жұп-жұмыр, дөңгелек екенін білеміз, бірақ ғарышта барлығы басқаша екен. Көктен жер алақандағыдай көрінеді. Ол сондай нәзік, кішкентай, қорғансыз. Көзімнің жеткені біз оны, жерді аялауымыз керек. Оның қадірін әлі де сезіне бермейтініміз рас. Ғарыштан жерге түскен соң өмірге, қоршаған ортаға деген көзқарасым түбегейлі өзгерді. Өзіміздің мекендейтін ғаламшарды сақтай білуіміз керектігін жете түсінгендей болдым. Бұл Айдын Айымбетовтің жазған жазуынан екен. Айдын Айымбетов, яғни ғарышкер атамыз. Сұрақтарға жауап берейік. Мәтін кім жөнінде? Ол туралы не білесің? Мәтін мазмұнына өз пікіріңді айт. Мәтіннің соңғы бөлігінің мазмұнын топқа талқылаңдар дейді. Бірінші, мәтін кім жайында? Мәтін ғарышкер жайлы. Ғарышкер аспан әлеміне байланысты маман иесі. Олар ғарыш әлеміне ауысып зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Ғарышкерлер аспан әлемінде кейде бірнеше айлар, жылдарда өткізіп жатады. Ал мәтіннің мазмұнына келетін болсақ, пікірімізді айтатын болсақ, мәтін мазмұны бала кездегі арманның орындалуына ұмтылып, өз мақсатына жеткен маман туралы айтылған. Бала кезде бізге кей мамандықтар керемет көрінгенмен, уақыт келе іс жүзінде олардың талаптарына кейбіреулер шыдамай жатады. Сондықтан өз мақсатыңнан айнымау керек. Өз мақсатыңа соңына дейін күресіп, жетіп, арманыңа жету керек. Үшінші сұрақ. Мәтіннің соңғы бөлігі, яғни ғарыш әлеміндегі адам неше түрлі планеталарды көреді. Олардың ішінде жер адам сүруге ыңғайлы, керемет ғаламшар. Сондықтан бізге өмір берген ғаламшардың кішкене ғана бөлігі өте қымбат қазына. Өз ғаламшарымызды сақтау біздің қолымызда. 19-ші жаттығу. Мәтінді қатесіз көшіріп жаз. Ғалам осыдан 10-20 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болған. Бұл ғарыштық жарылысты үлкен жарылыс деп атап кеткен. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болған. Яғни бұл жердегі етістіктерді не істеді сұрағына жауап беретіндей етіп өзгерт. Не істеген, не істеді деген сұрақтарға жауап беретін етістіктерді өзара салыстыр. Яғни бізде етістіктер пайда болды, пайда болған деп атаған және де пайда болған деген сөздер негізінен. Енді осыларды не істеді деп өзгертіп жазатын болсақ, ғалам осыдан 10 миллиард жыл бұрын ғарыштық жарылыс нәтижесінде пайда болды. Не істеді пайда болды? Бұл ғарыштық жарылыс үлкен жарылыс деп атады. Жер мен күн жүйесінің басқа ғаламшарлары осы шаң мен газдан пайда болды.
Енді қараймыз, не істеген және не істеді деген етістіктерді өзара салыстыратын болсақ, мысалы алайық, не істеген деген жерде атап кеткен деп тұр. Яғни екі сөзден құралып тұр, күрделі етістік. Не істеді деген жерде атады деген бір ғана сөз болып тұр. Сол үшін, яғни біріншіден жалғауларында өзара айырмашылықтары болады, екіншіден кейде біреуінде бір сөз, ал кейде екеуінде екі сөз болады екен айырмашылығы. 20-шы жаттығу: сөйлемдердің қатесіз түзеп жаз. Жарық күннен бізге дейін 8 минутта жетеді. Жердің тартылыс күші адамның денесін төмен басып тұрады. Ғарышқа ұшқан ғарышкердің бойы 6 сантиметрге дейін ұзарады. Адам баласы скафандрсыз ғарышта 92 секунд қана шыдайды. Енді бұл жерде қате сөздерді өздеріңде біліп тұрған шығарсыңдар. Ендеше дұрыстап жазайық. Бұл жердегі қате сөздер яғни сантиметрге емес, сантиметрге, ғылыми түрде, және де скафандра деген ол яғни бірінші S әрпінен басталады, және де DR араларында әрпі болады. Енді соңғы шығармашылық үзіліске мән береміз. Үлкен картадан төмендегі 10 жұлдызды тап. Мысалы, бірінші нөмірді жұлдыз картада Е болып белгіленген. Қалған 9 жұлдызды тап. Енді қараймыз, бірінші жұлдыз бізде Е де берілген деп айтылған. Яғни тор көздің суретте көрсетілген қақ ортада тұрған жұлдыздарды іздейтін боламыз. Сонда бізде біріншісі Е, екіншісі Ә, үшіншісі И және Z әрпінде, төртіншісі Н, бесінші ЖД, алтыншысы К, жетіншісі ЖН, сегізінші БМ, тоғызыншысы З және де Б, 10 Г және И әрпінде орналасқан екен. Яғни суреттің қақ ортасында тұрған жұлдызды іздейміз. Сондықтан да шатасып жүрмеңдер. Себеп байқап тұрсаңдар, кейбір фотоларда жұлдыздар 3-4 берілген, ал кейбір фотоларда мүлдем жұлдыз жоқ. Сондықтан ортадағы нысанды іздейтін болып тұрмыз, талабы. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Назарларыңа рахмет. Сау болыңдар, сабақта бестік алуларыңа тілектеспін. Канал ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.